Солай, мүмкін енді жылатты ғой аялым оны. Мүмкін енді наоборот назлы аялымға қатысшы болып келе ма деп ойлап тұрмын. Құрбысы болмай ақ қойсын, бірақ басқа бір жаңа бейне болса, бір сұлу, бір көркі өзіне сай, бір керемет бір қыз келетін сияқты. Ол саған. Иә? Мен ойлаймын енді алдында бізде кастинг болды ғой. Сол жақтан бір шынымен жаңа бейне келген сияқты. Иә, ер жігіт бір жақсы, сұңғақ бойлы, сондай бір жаңа бейне келген сияқты. Сондай жігіт келеді қазір. Жақсы. Ауаға былай. Мен ойлайым, бәлкім бір тынышталыңдаршы өтіш. Бәлкім Ақбота келеді ма деген бір ой кеп тұр қазір. Егер кеп қаса деймді, Шерхан, не істейсің деймді? Бүгін хотя бы ханзадалығым қатысып кетем енді. Не істеймін, кеп атса енді. Бүгінгімді өткізіп кетемін да енді, хотя бы. Жақсы. Біраз нұсқалар айтылып жатыр. Сары жігіт деп те жатыр, басқасын да айтып жатыр енді. Оразғали айтылмады дейді. Бәлкім Оразғалиді күтіп отырған жандар бар шығар. Әлде расымен де Ақбота ма екен, Шерхан әрі қарай ханзадалығын жалғастыра ма екен, жоқ па екен деген сияқты ойлар келіп тұр. Енді көп сөз байын. Дайын болсаңыздар, шақырайын. 7 маусымның жаңа қатысушысы. Келіңіз. Қош келдіңіз, Аян. Жайғас. Көрдік. Сізді қатты күтті көрдіңіз ғой, қаншама рет сіздің есіміңіз аталды, иә? Құрметті көрермен, 7 маусымның жаңа қатысушысы Аян. Енді Аянды біз үміткері Айдананың бұрынғы үміткері ретінде жақсы танимыз. Енді сіз жайлы жаңа да біраз нәрсе айтылды, одан кейін де естігеніміз бар. Бірақ анда өзіңізді бірінші бастап таныстырып кетсеңіз, жасыңыздан бастап қай жақтың тумасысыз, барлығын айтсаңыз. Саламатсыздар ма? Ассалаумағалейкум барлықтарыңа. Қазақ халқына. Жасым 25-те, есімім Аян болады, Ақтөбе қаласының тумасымын. Бұрын үйленбегенмін. Қазір Алматыда тұрасыз? Қазір Алматы қаласында тұрамын, толық отбасыдамын. Отбасымда 3 адамбыз, мен ең үлкені, қарындасым менен бар. Үшеусіздер, бауырларыңыз бар. Ал енді бәрібір де оны біз сұрауға мәжбүрміз.